Саламатсыздар ма? Білім ұйымы анықтайтын модуль бойынша көмірсутекті газ бен конденсатты дайындау және қайта өңдеу құзыреттілігінен бүгінгі тақырыбымыз газдарды фракциялау қондырғысының абсорбциялық ректификациялық типі. Алдыңғы сабақтарда мұнай өңдеуді көмірсутекті газдарын фракциялау қондырғыларын қарастырған кезде біз бірінші түрін қарастырып біткенбіз. Негізінен осы тақырыпты бастамас бұрын газдарды фракциялау процесі не үшін қажет екенін айтып кетейік. Газды фракциялау процесі негізінен метил третбутил эфир өндірісінде, алкил процесі үшін шикізат ретінде жекеленген көмірсутектерді алу, жоғары октанды бензиндердің компонентін алу және құнды мұнай химиялық шикізат ретінде қолданылатын процестің бірі. Мұнай өңдеу зауыттық газдарды бөлу үшін газ фракциялау қондырғысының екі типі қолданылады. Олардың әрқайсысында компрессия мен конденсация блоктары бар. Газдық процессор мен сұғу процесі мен оны газ және сұйық екі фазалы жүйе түзумен мұздатқышта суыту. Алдыңғы сабақтарда ректификациялық немесе ГФУ қысқартып айтқанда қондырғысын қарастырып кеттік. Енді бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз абсорбциялық ректификациялық газды фракциялау қондырғысы, АГФУ қондырғысын қарастырамыз. ГФУ-ның мақсаты қаныққан газдарды бөлу үшін болды, ал бүгін АГФУ-мыз майлы газды фракциялау мен каталитикалық крекинг бензинін тұрақтандыру үшін қолданылатын қондырғы. Схемаға келетін болсақ, бұл жерде бірінші көрсетілген фракциялаушы абсорбер, екінші стабилизациялық бағана, үшінші пропан бағанасы және төртіншісі бутан бағанасы. Енді жаңағы бір шикізат кіретін өнім, шикізат, екінші өнім біздерде тұрақсыз бензин, үшінші шығарушы өніміміз құрғақ газ, міне абсорбциялаушы колоннаның жоғарғы жағынан шығатын. Төртіншісі пропан-пропилен фракциясы, пропан-пропилен колоннасының жоғарғы жағынан шығатын өнім. Бесінші бутан-бутилен фракциясы, бутан колоннасының жоғарғы жағынан шығатын өнім. Және алтыншы біздерде негізгі қажет зат, ол тұрақты бензин. Бірінші және төртінші колоннадан шығатын өнім. Ал енді осы технологиялық жүйені сіздерге түсіндіріп кетейін. Каталитикалық крекинг газдарын деэтанизациялауға фракциялаушы абсорбер қолданылады. Жаңағы айтып кеткендей, бір санымен белгіленген фракциялаушы абсорбер. Ол абсорбер мен десорбердің комбинирленген бағананың көрсетілімі. Фракциялаушы абсорбердің жоғарғы жағында абсорбция процесі жүреді. Яғни мақсатты компоненттен газды сіңіру процесі жүреді. Ал төменгі бөлігінде келген жылу есебінен абсорбентті бөлшекті регенерациялау жүреді. Яғни жоғарғы жағында абсорбция, ал төменгі жағында десорбция процесі жүреді. Абсорбент ретінде бұл процесте каталитикалық крекингтің тұрақсыз бензині қолданылады. Абсорбциялаушы бағанаға екінші ағын ретінде кірген өнім. Бір болып біздерде шикізат кірді, яғни газ. Екі ол біздерде айтып кеткендей абсорбент немесе тұрақсыз бензин деп атаймыз. Жоғарғы жағынан, енді осы абсорбция-десорбция процесі өткеннен кейін, жоғарғы жағынан фракциялаушы абсорбердің құрғақ газ шығарылады. Ал төменгі жағынан абсорбентпен бірге көмірсутектер С3 және одан жоғары осы бірінші жылу алмастырғышқа өтеді. Жылу алмастырғыштан шамалы ғана бөлігі колоннаға қайта беріледі температураны ұстап тұру үшін, ал негізгі бөлімі екінші бағанаға шығарылады. Екінші бағананың атауы біздер айтып кеткендей, ол тұрақтандыру бағанасы болып келеді.
Енді осы тұрақтандыру бағананың жоғарғы жағынан тұрақтандыру басы шығарылады. Тұрақтандыру басы конденсатор тоңазытқыштан өтіп сыйымдылыққа түседі. Одан сорап арқылы шамалы бөлігі екінші бағанаға қайтып келеді, осы жақтың температурасын ұстап тұру үшін. Ал негізгі бөлім үшінші пропан пропилен бағанасына түседі. Екінші тұрақтандыру колоннасының төменгі жағынан біздерде ең негізгі мақсатты өнім тұрақты бензин шығарылады. Оның шамалы бөлігі жылу алмастырғыш арқылы колоннаға қайта беріледі температураны ұстап тұру үшін. Екінші бағанадан шыққан тұрақтандыру басы үшінші пропан пропилен колоннасына түседі. Жоғарғы жағынан осы үшінші бағананың пропан пропилен фракциясы жылу алмастырғыш арқылы сыйымдылыққа түседі. Оның шамалы ғана бөлігі колоннаға сорап арқылы қайта беріледі температураға ұстап тұру үшін, ал негізгі өнім қондырғыдан шығарылады, дайын өнім болып, және пропан пропилен фракциясы. Үшінші бағананың төменгі жағынан шыққан қалдық өнім шамалы ғана бөлігі жылу алмастырғыш арқылы үшінші бағанаға қайта беріледі, ал балансты негізгі өнімі төртінші бутан бутилен колоннасына түседі. Төртінші бутан бутилен бағананың жоғарғы жағынан бутан бутилен фракциясы жылу алмастырғыш арқылы сыйымдылыққа түседі. Сыйымдылықтан сорап арқылы шамалы ғана бөлігі төртінші колоннаға температураны ұстап тұру үшін қайта беріледі, ал балансты негізгі бөлімі дайын өнім бутан бутилен фракция болып шығарылады. Осы төртінші бағананың төменгі жағынан тұрақтанған бензин жылу алмастырғыш арқылы шамалы бөлігі қайта беріледі температура ұстап тұру үшін, ал балансты мөлшері осы жаңағы тұрақтанған бензиннің ағымына қосылып қондырғыдан шығарылады. Осы технологиялық жүйені міндетті түрде түсініп алу және де осы тақырып бойынша тесттерге жауап беру керек. Сау болыңыздар.